Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін чечевицаны жұмсақ әрі тез дайындалатын булочка дайындаймыз. Бізге керегі 250 грамм чечевица. Бұны түнде суға салып жібітіп қоямыз. Азанда жақсылап жуып алып, осындай блендерімізге салып, болмаса погружной блендермен жасасаңыздар болады. Суымызды қойып, 150 мг су құямыз. Одан кейін сары май, тұзымызды, кейін содамызды жарты қасық аламыз, кішкене. Одан кейін лимон екеуін араластырып, кейін блендермен жақсылап араластырып аламыз. Болғаннан кейін псилиумды салып, жақсылап араластырып аламыз да 10 минутқа тындырып қойып қоямыз. Жаңағы дайын болған чечевицамызды осылай шарихтеп аламыз. Егер қолымызға жабысып жатса, азырақ сулап алып, осындай домалақ форма жасаймыз. Бетіне осылай мен күнжітпен сәндедім. Қалауларыңызша өздеріңіз семечка, әртүрлі дәндермен сәндесеңіздер болады. Булочкамыз дайын. Чечевицадан 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Бір жасағаннан әдемі шығады, ортасы өте жұмсақ. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Арасын осылай жақындап көрсетейін. Арасы ешқандай ылғал емес, әдемі ашылып, жақсы піскен.